Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видео сақтарға арналады. Сақтар тайпасы ерте темір дәуірінде біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта өмір сүрген тайпалар. Сақтардың бір тайпасы Жетісуда қоныстанған. Оларды парсылар Тиграхауда сақтары, яғни шошақ бөрік кигендер деп атаған. Екінші бөлігі Арал аумағында мекендеген және теңіздің арғы жағында болғандықтан Парадарая деп атаған. Олардан оңтүстікке қарай өмір сүргендерді хаум сусынын дайындауына байланысты Хамаварга деп атаған. Сақтар туралы парсы және грек авторлары көп жазған. Геродот тарих еңбегінде былай деген: олар жаяу және ат үстінде де соғыса алады. Найза қылышпен қаруланады, садақты жақсы атады. Найза ұшын, жебе, қылышты, ат сауытын мыстан жасайды. Бас киім, белдік, аттың ер-тұрманын алтынмен әшекейлейді. Жауынгерлерінің бәрі мерген, егін екпейді, үй малдарын өсіріп, балық аулайды, сүт ішеді. Күнге табынып, оған жылқы құрбандыққа шалған. Сақ әйелдерінің жүректігін Ктесий айтып кеткен екен. Каспий теңізінен бастап, сақтардың басым бөлігін дайлар деп. Олардан шығыс жақта Массагет тайпалары орналасқан. Жалпы алғанда көшпелі халық болып табылады деген екен Страбон география еңбегінде. Біздің заманымыздан бұрын 484-425 жылдар аралығында өмір сүрген гректар Геродот сақтарды Массагет деп атаған. Сақтардың археологиялық ескерткіштері туралы біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдық ортасындағы Бесшатыр қорымы және Есік обасы көп нәрсе айтады. Бесшатыр қорымында сақ көсемдері мен қатардағы қауым мүшелері жерленген. Ол Іле өзенінің оң жағында орналасқан. Ал үлкен Бесшатыр обасы 104 метр диаметр және 17 метр биіктікті құрайды. Көсем Құдай алдына барады деген сеніммен оны салтанатты киіммен киіндіріп, жанына ас суы бар ыдыс, қола бұйымдар, қару-жарақ, алтын күміспен бірге жерлеген. Есік обасынан Ақышев бастаған археологтер 1970 жылы алғаш рет тоналмаған сақ көсемінің денесін тап. Қабірдің жасы шамалы 17-18 аралығында. Қабырғадан ағаш ыдыстар, алтын тостағаннан құстың тырнағы тәріздес бойтұмар табылды. Ол Алматыдан шығысқа қарай 50 километр жерде Іле алатауының баурайында орналасқан. Тасмұла мәдениеті обалары немесе мұртты обалар. Сақ Исидондар қалдырды деген бұл мәдениет біздің заманымыздан бұрын 7-3 ғасырларда Қазақстан орталығынан Мұғалжар тауларына дейінгі аумақта қалыптасты. Қабір үстіне үлкен оба, ал жылқы көмілген жерге кіші үйін тұрғызылған. Сақ патшайымы Тамирик парсы патшасы Кирдің басын шапқан. Бұл видеоны лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.